768 теңдеуді шешейік. Ең алдымен әрине қарап алайық. Ортақ бөлім неше береміз? 2 мен 3-ке ортақ бөлім 6. Оның астында 1 бар деп ойлаймыз, мынаның астында 1 бар деп ойлаймыз. Енді әрбір мүшесін осы ортақ бөлімге көбейтіп шығамыз. Сонда бірінші мүше бізде не қалады? 6 мен 2 қысқарады, 3 қалады. Бұл жерде 2y минус 5. Түсіндік қоя, мынаны бүйтіп. Мына бөлшекті 6-ға көбейткен кезде, мына бөлшекті 6 мен 2 қысқарады, 3 қалады, ал 3 үстіне барып көбейтіледі. Дәл осының ережемен әрқайсысын көбейтейік. 3,5-ті 6-ға көбейтсек 21 тең болады 2,5-ті 6-ға 15 азайту. Мына 6-ға көбейткен кезде 6 мен 3 қысқарды, 2 қалды, ал 2 үстіне барып көбейтіледі. Сонда 2 жақшаның ішінде 4 минус y. Бен жақшаны ашайық, 6y азайту 15 қосу 21 тең болады 15 азайту минус 2 көбейту 4 минус 8 минус 2 көбейту минус y плюс 2y. Y-тар бар бізде. Жинақтайық. 6y 2y бұл жаққа минуспен барады. Өйткені жақта плюспен тұр ғой. 6y минус 2y 4y тең болады. Сандардың бәрін бұл жаққа жіберейік. Мына екеуі бізге 6-ны береді. Сонда бұл жаққа жіберсек, оны бізде 1 қалады. Сонда y тең болады 4-тен 1. Енді 4-тен 1 деген жауап бізде жоқ. Бірақ бізде ондық бөлшекпен берілген мәндер бар екен. Енді осы біздің бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып көрейік. Ол үшін не істейміз? Бізде ол үшін бөлімінде 10, 100, 1000 тағы да осы сияқты сандар болу керек. Ал енді мен 10-ға келтірейін десем, 4-ті мысалы 2-ге көбейтсек 8, 3-ге көбейтсек 12 болып кетті. Ал маған асты 10, 100 деген сандар керек. Енді 100-ге келтіріп көрейін. Біз білеміз, 4-ті 25-ге көбейтсек 100 болады. Яғни алымында бөлімінде 25-ге көбейтейік. Сонда y тең болады үстінде 25, астында 100 қалды. Ол дегеніміз, 2 0, мына жерде тұрған өтірді 2 орынға жылжытады. Сонда 0,125 деген С вариант шықты менде. С деген вариант. 760. Бұнда бізде x-ің мәнін табу керек екен. Бұнда да мына жақшамен жұмыс істейік. Жақшаның іші бізде бірден бұрыс бөлшекке айналдырайық. Қосу 4-тен 7. 3 пен 4-ке ортақ бөлім бізде 12. 4-тен берем, 3-тен берем. Қасында бірден мына 4-ті жақшаның ішіне кіргізіп жіберейік. Сонда мына жақшаның ішінде 10-нан 4x азайту 10-нан 8 тең 0. Бірден бұл жерге қысқарып жүрейік. 2-ге 4, 2-ге 5, 2-ге 5, 2-ге 2. Жақсы. Мына жерде не болды бізде? Ортақ бөлім 12 болды. Үстінде 44 мынау, қосу 21. 44 қосу 21, 65-ті береді. Көбейту мына ішінде не қалды? 5-тен 2x азайту 5-тен 4x. Жақсы, енді мынаны жақшаның ішіне кіргізейік жеке-жеке. Сонда шығатыны. Көбейтуінде түрінде жазам. Оңай болады өзімдегі қазір. Көбейту 5-тен 2x азайту 12-ден 65. Көбейту 5-тен 4. Ал енді көбейту тұрған жерлерді қорықпай қысқарта беруге болады. Мына екеуін қысқартсақ 13 қалады. Мына екеуін қысқартсақ 6 қалады. Мына екеуін қысқартсақ 13. Мына екеуін қысқартсақ 3 қалады. Енді қараңыз, мына жерде x тұр. X-ті сол жағында қалдырайық та, сандардың бәрін оң жаққа жіберейік. Сонда қалай болды? Мынау минус 3-тен 13 деген, бұл жаққа плюс 3-тен 13 болып барады. Ал мынау
x-қа көбейтіліп тұр ғой, арасында көбейту ғой, мына жаққа бөлі болып барады. Ал бөлі болып барады деген төңкеріліп түседі. Көбейту 6 үстіне барады, керісінше төңкерілген кезде 13 астына кетеді. 13 пен 13 қысқарады. 6-ны 3-ке бөлсек x тең 2 деген бізде жауап шығады екен, не? Б варианты.